Саламатсыздар ма балалар? Орнымызға отырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз, яғни бізге ғаламшарлар әлемінен қайталау сабағы. Енді балалар, біз көңіл күйімізді көтеру үшін, сабақты бастау үшін бірінші сергіту жаттығуларын жасап жүрейік. Қазір орнымызға тұрайық. Қолымызды көтереміз. Күлімдер күн бүгін. Күлімдер күн бүгін. Қарады маған. Күлімдер күн бүгін. Қарады саған да. Сәлем деймін достарға. Сәлем деймін барша ұстазға. Тату болып қалыңдар. Аман болсын балалар. Рахмет, отырамыз. Балалар, бүгін біздер ғаламшар сипаты туралы, ғаламшар әлемі туралы қайталау сабағымызды бастаймыз. Бастамас бұрын мына бірінші тапсырманы түсіндіріп өтейін балалар. Ол сендерге өзіндік жұмыс жеткізе алынған. Балалар, бірінші тапсырмада мынандай. Яғни көп нүктенің орнына тиісті қосымшаларды жалғау керек. Балалар, біз септіктерді өттік қой, білеміз ғой, қазақ тілінде неше септік бар? 7 септік бар. Қандай ғой, шағыл септің сұрағы қандай ерке болады? Кімнен жақсы? Мүслима, септің сұрағы? Өте жақсы, жарайсыңдар. Келесі, қандай ғой, бас септіктің сұрағы? Ой, жарайсыңдар. Алихан, табыс септің сұрағы? Ой, жарайсың. Жасмина, жарыс септіктің сұрағы? Молодец, жарайсың. Өте жақсы. Шығыс септіктің сұрағы? Кімнен неден, өте жақсы. Көмектес септіктің сұрағы? Өте жақсы, жарайсың. Яғни қазақ тілінде неше септік бар екен? 7 септік бар екен. Өте жақсы. Есіңізге түсті ме? Енді бірінші тапсырма соған байланысты балалар. Септіктің жалғауларын қойып орналастыру керек екен. Қазір көппен жұмыс жасаймыз балалар. Сендерге параша тарқатамыз, оның үстіне жазамыз. Топтық жұмысқа. Әдемелер, бірінші бүгінгі күнді жазып алыңдар. Дәптерге балалар бері қараңдар. Бүгін сәуірдің 21-і сынып жұмысы қайталау сабақ дейді. Осы бірінші тапсырма деп дәптерге әдемелеп орындаймыз. Бір-екіне уақыт беріледі, орындаймыз. Групповая работа – это плутошницы. Әдемелеп, қатесіз, дұрыс қосымшаларды жалғаймыз. Егер де сөзіміз жуан болса, оған жалғанатын қосымша қандай болады балалар? Жуан болады. Жіңішке болса, қандай болады? Жіңішке болады. Шапалағы не аламыз, түпкі сабақта. Топ болса шапалағы біз болдық деген белгі бердіңіздер.
Bәріміз бірге. Жақсы. Ал енді ерке болған бірінші сөйлемді оқи қойшы. Не жалғадың? Қандай жалға жалғадың? Тен. Оқимыз. Мектептің төбесі әйнектен жасалған. Өте жақсы, жарайсың. Келесі, екінші. Екінші не жалғадық? Оқи қойшы. Әлихан, мектептің қабырғасы қаланған. Әлихан, оқи қойшы. Молодец, өте жақсы. Не болады сонда? Кірпіш? Тен. Өте жақсы. Әлде оқи қой. Мектептің терезесіндегі Матадан тігілген. Өте жақсы. Мектептің терезесіндегі перде неден тігілген? Матадан тігілген. Келесі. Муслима оқимыз ба? Ана оқи қойған. Сыныптың ішіндегі тақта пластиктен жасалған. Өте жақсы. Балалар сонда бол бірінші тапсырмада, яғни қандай септіктің жалғау жалғанға? Шығыс септігінің жалғау жалғанға. Өте жақсы. Екі топта өте жақсы деген бағаға ие болды. Жарайсыңдар. Сендерді бағалап кетейін. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Балалар, біздің енді келесі тапсырмамыз қайталау. Міне, бірінші тексеріп кетейік. Дұрыс жалғадық па, дұрыс жалғамадық па? Қарап жүріңдер. Тен, одан кейін матадан, одан кейін тен. Дұрыс па, балалар? Өте жақсы дұрыс болса. Келесі тапсырмамыз мынандай балалар. Біз сөз тіркесін құрап үйренуіміз керек. Алдыңғы сабақтарда сөз тіркесін қалай құрау керектігін өткен болатынбыз. Енді соны ескере отырып, сөз тіркесін құраймыз. Сендерге мынандай сөздер берілген: ақырын, ашу, үйде, сұйық, бірнеше, жақындау, мектепке, тілді жүру, компьютерді сөйлеу деген сөздер берілген. Енді сол сөздерді біз, яғни сөз тіркесін құрауымыз керек. Сондықтан қазір топтық жұмыс жасаймыз. Бұл екінші тапсырма бойынша да. Ал дәптерге жазамыз екінші тапсырма деп. Жазамыз қан. Жазыңдар. Сөз тіркесін құрайық. Мысалы, үлгіде көрсетіп қойған, е? Тілді меңгеру. Дұрыс па? Сөз тіркесі дегеніміз балалар, бір ғана сұраққа жауап береді, оны білеміз, е? Бір ғана мағынаны білдіреді, е? Сондықтан соған қарап, қатесіз орындаймыз. Ал жазыңдар дәптерге екінші тапсырма. Топпен жұмыс жасаймыз, бірге. Топпен жұмыс жасаймыз, жасыңдар, бірге. Бірге топпен жұмыс жасаймыз. Дәптерге әдемілеп, қатесіз жазып алыңдар. Жазамыздар, жазып. Жазасыңдар. Күн тобы болып қойды ма? Жарайды, күн тобы тыңдайықтан. Кім оқиды? Кім оқиды? Айша оқышқан. Қандай сөз тіркесін таптық, Айша? Қандай сөз тіркесін таптық? Дәптерінде, сосын? Келесі үй. Дұрыс. Сұйық тамақ. Жақсы, өте жақсы отыра ғой, Айша. Молодец, күн тобы. Ай тобында қандай сөз тіркесін таптық? Алихан оқи қойшы. Алихан оқи ғой. Қандай сөз тіркесін таптық? Сосын?
Өте жақсы, жарайсыздар. Келесі қалған сөздер осы екен. Сонда неше сөз тіркесін құрады? Санаңдаршы кән? Неше сөз тіркесін құрады? 7 сөз тіркесі шықты ма? Сендер де Әлихан неше сөз тіркесі шықты? Санаңдаршы, неше сөз тіркесі шықты? Қанша екен? 8 екен. Өте жақсы, жарайсыңдар. Енді балалар, сол сөз тіркесін дұрыс жауабын тексеріп кетейік. Мұнамен сәйкестендіріңдер. Яғни тілді меңгеру, ақылын жүру, келесі үй, сұйық тамақ, мектепке жақындау, компьютерді ашу, бірнеше сағат үйде сөйлеу. Дұрыс па балалар? Жақсы. Күн тобы 7-ін тапса, ай тобы 8-ін тапты. Бұл керемет деген сөз, Жақсы, жарайсыңдар. Жарайсыңдар. Керемет. Келесі балалар. Енді бізде мынандай. Сендерге бұны дәптерге жазбаймыз. Мен берген парақшаға әдемелеп жазып, яғни берілген сөздерге қарсы мәндес сөздер дейді балалар. Қарсы мәндес сөздер дегеніміз неді ол? Қарсы мәндес сөздер дегеніміз яғни антонимдер, балалар. Сұлу дегеннің антонимі қандай болады? Сұлу қарама-қарсы, әдемі, жаман, Мысалы, ақ дегеннің қарама-қарсы қара. Одан кейін тағы да қандай сөздерді қарама-қарсы айтуға болады? Антоним кім айтады? Мысалы, кім айтады? Жеңіл, қандай болады қарама-қарсы? Ауыр, міне осындай сөздер болады. Жарай ма балалар? Бұны мына парақшаға топпен бірге жұмыс жасаймыз. Жарай ма балалар? Топпен бірге жұмыс жасаңдар. Бірге жасаймыз. Назлы, беріп қосыламыз. Топпен бірге жұмыс жасаймыз. Шынап аласайын, Топпен бірге жұмыс жасаймыз. Әлихан бірге ортаға қойыңдар, табыңдар. Жазыңдар, парақшаға жазыңдар. Парақшаға жазыңдар, етке болады, ортаға. Бірге жұмыс жасаймыз. Топпен жұмыс жасаймыз. Ол қойдық па, айтып, күн тобына. Қазір айтуын күтейік бірінші жазбасын. Сосын бірге екеуін айтуы, үшеуін күн тобы оқысын, Қабырасы. Өте жақсы. Оқуға келесі жақын. Қандай? Ауыз. Өте жақсы. Жарайсыздар. Келесі сөзіміз кем. Кем. Әдем? Тар. Келесі сөзіміз қысқа. Айта ғой, Жадер? Ұзын. Қысқа және ұзын. Өте жақсы. Келесі айта ғой. Аласа. Ләйла. Аласа. Қандай болады? Молодец. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Ал енді дұрыс жауабын тексереміз. Дұрыс па балалар? Жеңілдің антонимі қандай? Ауыр. Жақындікі? Алыс. Кем? Қысқа. Ұзын. Аласа? Ұзын. Өте жақсы. Жарайсыңдар. Сендерге жақсы жарайсыңдар деген бағамен смайликпен қалай. Өте жақсы топ. Екеулер қалыс қалматқан жоқ. Жарайсыңдар. Келесі тапсырмамыз балалар. Мына ғаламшарға өтілген тапсырма бойынша ғаламшарға сипаттама бердік балалар, мұқиятмен тыңдаңдар. Балалар, мына суреттерді көріп тұрсыңдар, мұқиятмен тыңдаңдар бірінші. Маған бәрін бер қараңдар, бастарыңды көтеріңдер. Тіке қараймыз. Мына жерде ненің суретін көріп тұрсыңдар балалар? Көрекші, ненің суретін көріп тұрсыңдар? Бірінші сурет, екінші дау. Екінші
өттік қой біз, е? Зымыранды өттік. Тағы нені білдік? Тағы не білдік? Балалар, Әлихан айта қойшы. Ғаламшардың түрлерін білдік, е, балалар, е? Енді мынау не балалар? Күн. Мынау ше? Жер ғаламшар. Мынау ше? Яғни Сатурн қоңырқай, е? Қазақша қоңырқай деп аталады. Енді балалар, осыға сипаттама беруіміз керек. Яғни, балалар, күнге сипаттама берекші ға? Күн қандай? Ыстық және соны топпен бірге ойластырып, қазір топта екі оқушы сөйлейді. Әр топта. Жарай ма? Күн қандай? Жер ғаламшары қандай? Сатурн қандай? Как топпен бірге жұмыс жасаймыз? Топпен бірге жұмыс жасаймыз деп не болады? Міне кітапта да бар. Топпен бірге жұмыс жасаймыз. Алдына қарап. Топпен бірге жұмыс жасаймыз. Міне, мынаны шығарып. Міне. Жоқ, келісіп ауызша ойнаймыз. Топпен бірге. Ал, қайтеге сипаттама бересің, айтауы правой филан. Правой күн қандай? Я, сосын, қалай орналасқан? Дөңгелек. Және түсі қандай? Қызыл сары. Өте жақсы. Келесі жер ғаламшарын айтаршы кән? Кім анда жер ғаламшар туралы? Кән? Жер ғаламшардың көлемі туралы, оның түсі қандай екен? Кән? Әлихан айтамыз ба? Әлихан айтады келесі тұтсақ. Қандай жер ғаламшары? Біз өттік қой, е, алдыңғы сабақта? Үлкен, сосын кен. Ол жерге барлық әлемдер не істейді? Дұрыс, тағы да. Түсі қандай? Жақсы. Тағы да не айтамыз жер ғаламшар туралы? Даусын қатшы. Дұрыс, шарттар іздес тағы да. Тағы да. Жақсы, өте жақсы. Толтырамыз ба? Кім толтырады? Отыра ғой, жақсы. Ал енді қоңырқай Сатурн қандай болады? Кім айтады? Қоңырқай Сатурн қандай болады? Жасмен айтады кән? Қандай қоңырқай? Сатурн дейді, ғаламшардың түрі бұл, е? Я. Сосын, көлемі қандай? Дөңгелек. Және түсі? Сарыға қоңыр, қоңырдан бар ішінде. Өте жақсы. Ерге оны толтыра ғой. Оның әсіресе бір маңызды жері шеңбері бар. Дұрыс. Елінде шеңбері бар. Тағы да не байқап тұрмыз? Ол жарық. Тағы да? Енді балалар, білесіңдер, мына күннің өте ыстығы, яғни шкаламен есептегенде балалар 12.000 градусты көрсетеді екен. Ол 12.000 градус деген қандай ол? Өте ыстық деген сөз, балалар. Біз 100 градустың өзіне білесіздер ғой, қандай су қайнайтын, 100 градуста өз су қайнайды. Ал күннің өзінің градусы қанша екен? 12.000 градус екен. Көрдіңдер ме балалар? Енді ары қарай. Балалар бізде ай мен күн деген біз екі топқа бөліндік қой. Енді сол туралы ертегіні қазір сосын ары қарай біз тапсырманы орындаймыз. Ай мен күн. Сонау өткен заманда біреудің ай сұлу және күн сұлу деген екі қыз болды. Екеуі де теңдесі жоқ сұлу екен. Бірден бір астан сұлумын деп, бірімен бірі үнігі ұрысып, жиі жанжалдасып барады. Бір күні күн сұлу істеп отырған ай сұлуға тиісіп, сен мен сұлумын дейді. Ал ай сұлу болса, жоқ, сен сұлу емес, мен сұлумын деп қалса. Ақыр аяғында бұл талас үлкен шақыртайды. Ызақсып әбден ашуланған күн сұлу өзіне қарсы келіп отырған ай сұлудың бетін тырнады. Күн сұлу тырнағының дағы ай сұлудың бетіне үш түстей болды. Міне содан бері ай сұлу жұрттан ұялып, тек түнде ғана тысқа шығады екен. Ал бейбастықпен қатты ұятқа батқан күн сұлу түн қараңғылығында оқып жатады екен. Содан бері ай сұлу мен күн сұлу біріне бірі көрінбей, бірінен бірі жасырынып аулақтап жүреді екен.
Bala tыңдадық па? Енді осы ертегі бойынша бала. Қазір біз мына кітапта берілген кітапқа қараңдаршы. Бізде ай мен күн деген ертегі берген. Көрдік па? 47-ші бетте ай мен күн деген ертегі берген. Мәтінді тыңдадық. Енді сол жерде өз ойларыңды жазыңдар. Ай мен күн деген ол қандай ертегі? Ертегі дегеніміз не? Аңыз дегеніміз не? Екеуінің айырмашылығы. Жарай ма балалар? Сондықтан жақсылап жазамыз. Мына жерде барлығы баяндалған. Осыны көріп, дәптерге әдемелеп жазамыз. Ертегі дегеніміз не? Яғни аңыз дегеніміз не балалар? Соны әдемелеп ажыратып жазамыз. Оның ұқсастықтары қандай, айырмашылығы қандай? 42-ші бетті ашыңдар, 42-ші бетте жазылған. Дәптерге жазып орындаймыз. Мына кітапта тұр балалар, барлығы осыны жазамыз. 42-ші бетті ашыңдар, дәптерге жаздар. Ертегі деген не? Аңыз деген не? Ертегі деген не? Аңыз деген не? Жазамыз. Аңыз деген не екен? Жазбадыңыз ба? Әдемі оқып жазды. Ой, жарайсыңдар. Өте жақсы. Қазір екінші топ болсын, сосын бірге оқимыз, жарай ма? Жазамыз. Шәкір жазбатсың ба? Оқып алыңдар. Ертегі деген не? Аңыз деген не? Оның айырмашылығы, ұқсастығы қандай? Соған мән береміз қазір. Айырмашылығы мен ұқсастығы. Жазып па? Жазалым. Айырмашылығы ұқсастығы. Ертегі дегенді білеміз, балалар, әжеміз, атамыз ұйықтайтын кезде бізге ертегі айтып беретін, сонымен біз тәтті ұйқыға жатамыз, батамыз тәтті ұйқыға. Білесіңдер, ертегі кейіпкерлерін білесіңдер, кім екенін, аңыз кейіпкерлерін білесіңдер. Яғни ертегі кейіпкерлерінде кімдер болады балалар? Дұрыс. Тағы да? Жақсы. Ал аңыз кейіпкерлерінде? Жүйеу мысалы, тағы да кім болады кейіпкерлерінде? Аңыз оқиға ғой, аңыз оқиға бір ғана оқиға не істейді екен? Ал ертегіде бірнеше оқиға баяндалады. Жақсы, болды па? Болса, енді бірінші топ ертегі туралы айтсын, екінші топ аңыз туралы айтсын, бірінші топ ертегі туралы мәлімет беріп кетіңдер. Кім айтады ертегі туралы? Еркебұлан айта ғой. Ертегі бірнеше баяндардан тұрады. Бірнеше оқиғада баяндалады. Оқиғадан тұрады. Ол да аңыз шындығында жақын болады. Онда өмірде болған зат немесе адам туралы баяндалады. Жақсы, отыра ғой. Келесі кітап айта ғой сеніз. Неге тұра ғой? Айта ғой. Ертегі деген не екен ол? Не өз ертегі дегеніміз?
Не ол? Айта ғой. ертегі толықтай ойдан құралады. Өте жақсы. Ертегі дегеніміз толықтай неден құралады? Ойдан құралады екен, иә? Және тағы да ертегі дегеніміз не екен? Айта қойшы. Айта ғой. Ертегіде бірнеше оқиға болады. Баян болады. Өте жақсы. Муслима тағы да ертегі туралы айта ғой. Өмірде болмаған адамдар немесе өмірде болмайтын жиі ұшқыш заттар туралы баяндалады. өте жақсы балалар. Дию ұшқыш мысалы өмірде бар ма ол? Жоқ қой, иә? Сонда ертегіде баяндалады. Мысалы ата әжеміз ертегі оқып бергенде жақсы нәрсемен аяқталса екен деп тұрамыз ғой. Тура сондай сияқты балаларды қорқытып алмау керек ертегі айтқан кезде, олар ұйқыға жатар кезде және жақсы ұйықтау керек. Ертегі айтқан кезде міне естеріңде болсын. Өте жақсы. Ертегі дегеніміз не екен? Қорытындылай кетейік. Толықтай неден құралады? Ойдан құралады екен. Және оның бірнеше оқиғасы болады, иә? Мысалы, бір ертегіні алайық, мысық пен мақта қыз алайық, оның бірнеше нұсқасы бар, иә? Біреусі былай айтады, біреусі былай айтады, біреусі жаңағыдай мысықты жеп қояды, болмаса біреусі мысықты неғылады, жақсы жаққа итермелейді. Жарай ма? Дұрыс па? Қазір сабаққа түспейді. Так, аңыз. Айта ғой. Аңыз дегеніміз не екен? Әлихан? Не екен аңыз дегеніміз? Ол дауысын қатша, шындыққа жақын болады. Өте жақсы. Шадир айта ғой. Аңыз дегеніміз не екен? Онда өмірде болған зат немесе адам туралы баяндалады. өте жақсы. Ләйла айта ғой. Ертегі аңыз бір ғана нені білдіреді екен? Оқиғаны орнын тұр. Бір ғана оқиғаны білдіреді. Жақсы, отыра алған. Айта қойшы. Аңыз деген ол шындыққа не екен? Аңызда бір ғана оқиға туралы айтылады. Жарайды. Аңыз дегеніміз не екен? Қорытындылай кетейік. Ол шындыққа жақын болады екен. Өте жақсы. Айтуға кішкене активный болып қатысайық. Көп тобына жарайсыңдар. Айтуына жақсы деген баға қойылады. Жақсылап қатысамыз. Болды. Келесі балалар. Енді мен өзім қорытындылап кетейін. Тақтаға қараңдар. Яғни ертегі толық ойдан құралады. Және өмірде болмаған адамдар, немесе өмірде болмайтын адамдар туралы не істейді? Айтылады. Жаңа айтып кеттіңдер ғой, ол дию және ұшқыш деген заттар туралы. Жақсы. Ал аңыз ол шындыққа не істейді? Жақын болады. Өмірде болған нәрсе. Мысалы Асан қайғыны білеміз бе? Білеміз. Міне ол аңыз әңгімеге жатқызуға болады. Түсінікті ме балалар? Оның бір ғана оқиғасы болады. Ол көп оқиғадан тұрмайды екен, иә? Жақсы. Келесі. Балалар мына ертегі кейіпкерлерін көріп тұрсыңдар. Қазір осы ертегі кейіпкерлерін ала отырып біз, яғни қызықты мәлімет болсын, әңгіме болсын құрастырамыз. Дәптерге жазып орындаймыз. Дәптерге жазыңдар. Дәптерге жазамыз. Дәптерге жазып орындаймыз. Мына ертегі кейіпкерлерін көріп тұрмыз ғой, иә? Бұл жерде қандай ертегі кейіпкерлер бар? Айтайықшы. Маймыл. Міне осы ертегі кейіпкерлерін, яғни біз әңгіме құрауымыз керек, болмаса қызықты мәлімет айтуға болады. Дәптерге жазып орындаймыз. Дәптерге әдемі бер. Дайындаламыз. Жақсы. Қалғандар болсын. Әдемі жазамыз. Қайшы жазаға дәптерге жазыламды. Әңгіме құрастырамыз. Ойланамыз, ойымызды жинақтаймыз, е? Қай кейіпкерлер сендерге ұнайды, мысалы, сол туралы алуға болады. Түсінікті ме, Алихан?
жазыңдар әдемілеп. Жақсы. Қазір екінші топты күтейік. Ойланамыз ка? Жақсы. Жаза беріп тұрыңыз, жазамыз. Өз ойларыңыздан жаза беріңдер ка? Boylarınızı çınaklar, әдемілеп құрып жазамыз. Жазамыз ка? Жазып отырмыз ба? Жазамыз. Ойынды жинақтап, қатесіз, тыныс белгілер дұрыс қоямыз. Егер де ойрай қалса не қоямыз? Нүкте, молодец, нүкте қоямыз, е? Өте жақсы, жақсы басталады. Жарайсыңдар, өте жақсы басын бұқсатқан. Жаза беріңдер. Аппаратқа алатын. Мысалы, қай ертегіде кездеседі, сол туралы жазуға болады, е? Қай ертегіде кездеседі, өз ойларын жазыңдар. Мысалы, тышқан да алыңдар, ат та алыңдар, қай ертегіде кездесіңдер, қоян да алыңдар, жарай ма? Сол ойларыңды жинақтаңдар, дәптерге жазыңдар бірінші, сосын мен сұраймын. Әптер ойларын жинақтап алыңдар, сосын сұраймын. Ал күн соғып болған сияқты, кім қалай ертегі құрады, яғни ертегі туралы мәтін құрады, болмаса қызықты бір мәлімет айтады, кім айтады, Айша айта ғой. Айшаны тыңдаймыз. Дәптерін оқиды, дәптерін алып оқиды. Дәптерге жаздың ғой, е? Дауысын қат шығарай. Маймылдар туралы, е? Адамзат шеше алмай жатқан жұпақтарға толы. Қоректі жануарлар біз үшін үлкен қызығушылық тудырады. Өйткені олар адамның ең жақын туысы болып саналады. Енді Айша саған сұрақ. Маймылдар қай ертегіден кездесті ма? Қандай болмаса мультфильмдер көрдің? Білесің ба маймылдар туралы? Ана, жеті маймыл болады ғой, білесің бе? Кішкентай кетеді, білесіңдер ма? Естеріне түсті ме? Мұны сол жерден көруге болады, е? Жақсы. Келесі кім айтады? Қай ертегіде алдық? Ана айта ғой. Қазір мына күн тобынан сұрап алайын. Жылқының қасиеті сол туған жері мен жүрген жері ешқашан ұмытылмайды. Дауысын қат шығарады. Көзі күндіз түні бірдей көретіндіктен түнде айналасын жұлдызға қарап барлап жүреді. Әрі айналасын 360 градусқа көздей бақылай алады. Сосын
Жақсы, жылқы білесіздер балалар, иә? Яғни ол біз қасиетті жылқы, иә, білесіздер. Оны біз мінсек, көлік, яғни ішсек ол бізге сусын, дұрыс па? Және жесек оның еті өте жақсы аман есебінде, жақсы өте дұрыс. Келесі. Қоян туралы, иә? Болып тіршілік етеді, көздері көзі ашылмай өте дәрменсіз құлшақта болып туылады. Қасиеттік маңызы бар әуестік үшін де аламады. Қоянның кейбір түрлері жайылымға, жеміс бағына, жас орманға зақым келтіреді. Кейбіреулері індет тартады. Өте жақсы. Қоян қай ертегіде көрініс табады негізі? Қоян көп ертегілерде бауырсақта, сосын кет дұрыс. Тағы да қандай ертегіні білесің қоян қатысқан? Қандай ертегіні оқыдың болмаса қоян туралы? Жақсы, бауырсақта ғана есіме түсті ма? Жарайды, тұрады. Келесі тағы да кім айта алады? Осы күн тобынан қазір бала. Күн тобынан қандай ертегі оқыдық? Болмаса қай аң туралы сипаттама бере аламыз ба? Жануарлар туралы, аң туралы. Кім сипаттама беріп береді? Мысалы, мұсылым айта қойшқан. Тауық туралы айтасың ба, ит туралы айтасың ба? Айта қойшқан. Қай кейіпкерлерде кездеседі? Мысалы, жылқы ма, маймыл ма? Қай ертегіні оқығансың? Оның мінез құлқын қалай білуге тышқанды айтуға болады, иә? Кім айта ғой, мұсылма? Тышқан қандай? Кім айта ғой? Ол еңбекқор, иә? Және айта ғой екеуі. Тышқан мақтағы зерделесінде де кездеседі. Және де ол еңбекқор, кішкентай, және де ініне кіріп кетеді олар қыста, және жазда олар іннен шығып өзінің қорегін табады. Мысалы, құмырсқаны да алуға болады, дұрыс па? Құмырсқа да өте еңбекқор жәндіктің бірі, жақсы отырады. Өте жақсы жарайсыңдар. Келесі топ айта ғой, кім айта ғой? ит адамдан ең адал және ақылды досы. Өте жақсы. Ит адамның ақылды досы екен, е? Тағы да итті қандай кейіпкерге кездестің? Ертегіде. Қай кейіпкерде? Қай ертегіде? Қай кейіпкерінде? Итпен? Өте жақсы итпен мысық. Тағы кім айтады? Қалихан, ой қосамыз, қай кейіпкерді алдың? Ертегінің қай кейіпкерін алдың? Оқи ғой, бәр. Қораз алға болады, қораз несі назында бізді? Оятады, дұрыс Қалихан. Жақсы. Келесі тағы да қандай кейіпкерді алға болады? Айта ғой Жасмина. Дұрыс. Даусын хат жағады. Хаты жүгіреді екен, дұрыс. Және? Қыста көп жүреді, қоян негізі қардың үстінде, ертегі кейіпкерлерінде біз кездестіреміз, дұрыс па? Жақсы, отыра ғой. Жарайсыңдар да. Балалар, енді біз қазір екі топтан екі оқушыны шығарамын. Екі сөз беремін. Екі сөзге жарайсыңдар. Екі сөзге тақтаға шығып септейміз. Бірінші топтан кімді шығарайын, Еркебұланды шығарайын, екінші топтан Алиханды шығарайын. Келіңіз. Екі жаққа септейміз, мен сөз беремін. Жаза ғой. Сен ғаламшар дегенді септейміз. Саған бала деген сөз сет. Симай қамасы. Кішкентай жазында. Мен дәптерге жазып отырамыз, балалар қалғанымыз. Ғаламшар және бала деген сөз септейміз. Ғаламшар, бала.
Birge жазып аламыз да, балалар. Бірге жазып аламыз. Жазып аламыз. Ой, молодец. Жазамыз. Жарайсыңдар. Атау септігін сұрағандай? Кім? Не? Ілік септігін сұрағы? Бар септіктің сұрағы? Дауысын шығарамыз. Табы септіктің сұрағы? Кімді? Жат септіктің сұрағы? Шығыс септіктің сұрағы? Көмекте септіктің сұрағы? Өте жақсы. Балдаймыз. Семай қазір не қайда болады? Алихан, айта ғой. Атау сесі. Бала дегенге қандай сұрақ қоямыз? Кім ба, не ма? Кім, дұрыс. Кімні? Кімге? Кімді? Кімде? Кімнен? Кіммен? Дұрыс па балалар, Алихан септегені? Өте жақсы. Отыра ғой, жарайсың. Әкеле ол. Келесі. Ал енді ерке болған айта ғой. Ғаламшар деген сөзге, ғаламшар деген сөзге қандай сұрақ қоямыз? Не? Айта ғой. Не? Ғаламшар. Нені? Ғаламшарды. Неге? Ғаламшарға. Неде? Нені? Ғаламшарды. Неде? Ғаламшарға. Неден? Ғаламшарға. Немен? Ғаламшарға. Өте жақсы, жарайсыңдар. Отыра ғой. Жазып алыңдар. Жазып аламыз, әдемелеп. Олықтан, енді балы. Келесі біздің сендерге тапсырма мынандай. Бала қазақ тілінде неше септік бар екен? 7 септік бар екен, е? Ал енді тағы да қайталап өтейік. Мен сендерге қазір мына септіктің сұрағын айт, мына септіктің сұрағын айт деп айтам, сол кезде жауап беруге тырысыңдар, жарай ма? Атау септіктің сұрағы. Өте жақсы. Ілік септіктің сұрағы. Өте жақсы. Бар септіктің сұрағы. Өте жақсы. Табы септіктің сұрағы. Жат септіктің сұрағы. Неде? Шығыс септіктің сұрағы. Көмекте септіктің сұрағы. Өте жақсы. Жарайсың. Атау септіктің сұрағы. Ілік септіктің сұрағы. Бар септіктің сұрағы. Табы септіктің сұрағы. Жатыс. Шығыс. Көмектес. Молодец, өте жақсы. Яғни бір жоқта біз жетеуіміз өтеміз. Сонда 7 септік отыр деп есептейміз, е? 7 септіктің сұрағында жетеуімізді біледі екенбіз. 7 деген ол киелі саған білесіңдер, е? Ал енді ертегі мен аңыздың айырмашылығы неде екен болады? Айташы. Ерте оған айтады. Ертегіде бірінші оқиғалар болады. Ода тию, ұшқыш кілем, өмірде болмаған заттар мен кейіпкерлер болады. Ал аңызда шы? Аңызда. Салыстырайық деп айтамын. Аңызда? Аңызда бір оқиға болады. Баяндала де? Бұның айырмашылығы сол, е? Аңыз шындыққа жақын болады. Өте жақсы. Ал енді айтылып айтсыншы, ертегі мен аңыздың айырмашылығы қандай екен сонда? Ертегіде бірнеше айта ғой, Алихан? Дұрыс. Ал аңызда? Жасмина аңызда? Бір? Оқиға? Бір ғана оқиға баяндалады. Балалар енді біз алдыңғы сабақта сан есімді білеміз, е? Сан есім дегеніміз не балалар? Басқа, сан есім дегеніміз айта ғой, Алихан? Өте жақсы. Заттың санын білдіреді. Реттік сан есім дегеніміз не? Реттік. Қандай жұрнақтар арқылы жасалынады? Реттік. Біз ретінде санаймыз ғой, негені? Өте жақсы. Яғни қатар ретімен саналады. Бірінші, екінші. Жинақтық сан есімше? Біз 4 сан есімді өттік қой. Жинақтық, реттік, есептік, болжалдық айта ғой. Жинақтық, біреу, екеу. Дұрыс. Ары қарай есептік сан есімше? Есептік сан есім? Жарайсың. 1, 2, есептік сан есім. Яғни нешеу, қанша? Айта ғой,
болжал өзі аты айтып тұр бала, яғни не істейміз? Болжалап қана айтамыз, топтау санесін ше, топтау. Кім айтады? Топ-тобымен айтады ғой? Кім айтады? Топ-тобымен. Жік-жігімен айтады ғой. Есіңізге түсірейікші? Кім айтады? Басқа? Айта отыр. Дұрыс. Екі-екіден. Дан, ден деген шығыс септігінің жалғауы, жалғана деген өте жақсы отырағым. Балалар, бүгінгі сабақта мен жақсы қатысқан оқушыларды атап өтіп кетем. Үй тапсырмасын бермес бұрын. Бүгінгі сабақта Еркебұлан өте жақсы жарайсың. Айша өте жақсы жарайсың. Мына топтан Муслима, одан кейін Інжі өте жақсы. Мына топтан Жасмина жауап берді, Ләйла жауап берді, Адия, Алихан, Шадия да жауап берді. Одан кейін Назлы да жауап берді, өте жақсы. Сендер кішкене дайындалыңдар, жарай ма балалар? Бірақ сабаққа бүгін өте жақсы жауап бердіңдер. Енді балалар, үй тапсырмасын жазып алайық. Үй тапсырмасы балалар, үйге берілген тапсырма. Міне, 47-ші бет, 5-ші тапсырма. Күнделікке жазып аламыз. 47-ші беттегі 5-ші тапсырма балалар бізге көру диктанты берген. Сол көру диктантын қатесіз ұқыпты етіп дәптерге көшіріп жазамыз. Жарай ма балалар? Сосын септіктердің астын сызамыз. Қай жерде септік жалғаулары бар, соның астын сызамыз. Енді балалар қасымдерді және рефлексия бойынша бағалап кетен шығу парағы. Мұна сендерге тарғатып бердім ғой. Соның бір бөледен алдыңдарда бүгінгі сабақта менде қандай қиындық тудырды, менде тапсырмаларды, мен қандай тапсырмаларын орындадым, және одан кейін қандай менді үйрендім, болмаса қандай тапсырмаға таң қалдым деген, яғни жазып, мына тақтаға жапсырамыз. Бүгінгі сабақта не оқыдық, соны жазамыз. Бүгінгі сабақта не оқыдық, тақтаға бағалау парақшасына жаздырамыз. Кән балалар? Бүгінгі сабақ несімен қызық болды? Жазып, мына білім сандығына жазайыз. Жазыңдар. Әдемілеп жазыңдар. Өздерің ойларыңды қандай қиын болды, болмады тапсырмаларын орындадыңдар қандай, одан кейін мен мынандай тапсырма мынандай екенін түсіндім деген сияқты. Болғандар шығып бағалау парақшасына жаздырамыз. Келе ойындар. Келе ойындар. Біртіндер жаздыра беріңдер. Бағалау парақшасының астына жаздыра беріңдер. Жақсы түсіндім, қызықты болды, болмаса жақсы түсіндім. Мынау жақсы, мынау орта